Сәлем достар, бүгін өте керемет киіз үй атты салат дайындайтын боламыз. Көрінісі де, дәмі де өте ерекше болып шығады. Сіздер де міндетті түрде осы салатты жасап көріңіздер. Құрамына керекті заттардың барлығын видеоның астына описание бөліміне жазып қоямын. Енді біз алдын ала керекті заттардың барлығын пісіріп, қайнатып, теркадан өткізіп дайындап аламыз. Сорпа ішетін ыдысымызды алып, астынан піскен етімізді салып, майонезімізді жағып, құрамына керекті заттардың барлығын дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп жасасаңыздар болады. Достар, менің YouTube каналыма тағы да қандай рецепттер шыққанын қалайсыздар? Міндетті түрде комментарияға жазып қойыңыздар. Осы видео ұнап жатса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоспаларымыздың барлығын салып алдық. Енді әдемі әсемдеу үшін үстінен салатный листімізді қойып, тарелкемізге төңкеріп аламыз. Достар, сіздерге осы салаттың түрі ұнады деген ойдамын. Кез келген салатымызды осылай әсемдеп, әдемілеп дастарханымызға қойсақ болады.